Қайырлы күн достар, менің есімім Айсел. Бүгінгі видеода тәтті қытырлақ жасаудың 5 түрлі әдісімен бөлісетін боламын. Дәмі өте әдемі, жегенде қытырлап тұратын хворосты міндетті түрде жасап көріңіздер. Ингредиенттердің қажет мөлшерін видеоның астына жазып қойдым. Қамыр илейтін ыдысымызға 2 дана жұмыртқа саламыз. 1 шай қасық сары май саламыз. Енді осының үстіне 100-150 мл жылы сүт құямыз. 30-40 грамдай шекер қосамыз. Осылардың барлығын жайлап, әдемілеп араластырамыз жақсылап. Енді барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне жарты шай қасық ас содасын салып тағы да араластырамыз. Енді осының үстіне 300 грамм ұнымызды шетінен салып отырып, қамырымызды әдемілеп тұрып илейміз. Ұнымызды жаймендеп, байқап отырып саламыз. Себебі біздің қамырымыз өте қатты немесе өте жұмсақ болып кетпеуі керек. Қамырымды әдемілеп тұрып, июін қандырып тұрып илеп алдым. Енді қамырымды жарты сағатқа тұндыруға қойып қоямын. Қамырым тұнып болғанша балды шырынды жасауға кірісемін. Бұл үшін 100 грамм шекерді табаға салып, астын жай ғана басып қойып, шекеріміз қоңыр түске еніп, еріп кеткенше араластырып тұрып ерітемін. Шекеріміз еріп болғаннан кейін 50 мл су құйып, жайлап араластырамын. Шырынның үстіне 200 грамм балды салып, араластырып, біркелкі болып еріген кезде астын сөндіріп қоямын. Тұнған қамырымды жұп-жұқа қылып жайып, 5-6 бөлікке кесемін. Осы кесілген қамырдың 5 түрлі бөлігінен сіздерге хворостың 5 түрлі пішінін жасап көрсететін боламын. Осы қамырдың бірінші бөлігінен қамырдың ұзындығы 20 см, ені 3-4 см болатындай етіп кесіп шығамыз. Кесілген қамырдың бөліктерін жеке-жеке таяқшаға ораймыз. Ораған кезде өте қатты қысып орамаймыз, және шілей босқып та орамаймыз. Басында қиындау болады, сосын қолдарыңыз үйренеді. Дайын болған қамырларды бір тарелкаға немесе тақтайға қойып қоя тұрамыз. Сөйтіп келесі қамырды орауға кірісеміз. Ендігі қамырымызды 4 бұрышты қылып кесіп аламыз, барлығын бірдей қылып. Кесіп алғаннан кейін 2 бұрышын қосып, бір-біріне қаратып бүктейміз да, араларын жиектеріне жетпей тіліп шығамыз. Енді қамырымызды қайтадан ашып, бір бұрышын алып, қарсы жатқан бұрышқа қосамыз. Қалған 2 бұрышын дәл солай ортадағы бұрыштың екі шеттеріне әкеп жабыстырамыз. Пішіні дайын болған қамырларды бір тарелкаға салып қоямыз да, келесі қамырларды жасауға кірісеміз. Егер сіздер осы пішіндердің бір ғана түрін жасайтын болсаңыздар, онда әрине бір дестен майға салып қуырып алсаңыздар болады. Үшінші әдісте қамырымызды екінші әдістегідей 4 бұрышты қылып кесіп, бір-біріне бүктеп, орталарын тіліп шығамыз. Қайтадан қамырдың арасын ашамыз. Енді қамырдың тілінген бөлігі ортасында ұзыннан қалатындай етіп, қамырды бір-біріне біріктіріп, екі шетін қысып шығамыз.
Қамырымыздың енді 4-ші бөлігін алып, бәрін домалақ етіп ойып шығамыз ең алдымен. Енді ойылған қамырдың 6-7 данасын алып, жұмыртқаның ағымен ортасын сызықша ғып жағып шығамыз. Өйткені біз қамырымызды дәл сол жұмыртқаның ақ жағылған жерге қойып біріктіріп шығамыз. Енді қамырдың осы біріккен жеріне домалақ таяқшамен басқан кезінде ол жер жайылып қысылады және бізде домалақ форма пайда болады. Қамырымыздың келесі бөлігін алдыңғы 2-ші, 3-ші әдістердегідей 4 бұрышты ойып алып, 4 шетінен ортасына жетпей тіліп шығамыз. Әрбір пішінге 3 қабат қамыр қойылады. Осы қамырдың әрбірінің ортасына жұмыртқаның ағын жағамыз. Сосын қамырлардың бұрыштарын бір-біріне сәйкестендірмей, кезек-кезек қойып шығамыз да ортасын саусағымызбен басамыз қаттырақ. Мен енді қамырымның пішіндерін бәрін дайындап алдым. Енді майға қуыру ғана қалды. Таяқшаға оралған қамырды жеке-жеке майға салып, екі бетін қызартып қуырып аламыз. Әрине басында қиынырақ болады, сосын үйренесіздер. Қамырдың 2-ші, 3-ші, 5-ші түрлері қуырғанда еш қиындық тудырмайды. Күнделікті хворосты қуырғандағыдай ғып қуырып аласыздар. Бірінші хворосты, оралма хворосты қуырған кезде хворостың шеті жайылып кетпес үшін кепселмен оны қалғалап тұруға болады, бірақ мен олай жасамадым. Сіздер солай жасап көрсеңіздер болады. Домалақ хворостарды қуырған кезде хворостың арасында қатпарлар бір-біріне жабысып қалмауын қадағалау керек те, және вилкамен қозғап арасын ашып тұру керек. Сол кезде хворостарыңыз доп-домалақ болып әдемі болып шығады. Дайын болған хворостарды біртіндеп жеке-жеке балды шырынға малып аламын. Менің шырыным өте қою болып кеткендіктен мен кішкене 20-30 мл қайнаған су қосып жібердім. Сонда менің шырыным сәл сұйықтау болып шықты. Егер сіздер хворостарыңыз өте қатты жылтырлап тұрсын және де дәмі өте тәтті болсын десеңіздер, онда шырынға суды қосудың қажеті жоқ. Хворостарды шырынға малып болғаннан кейін оларды әсемдесеңіздер болады. Мысалға кунжутпен, макпен, үккіштен өткен шоколадпен, ванилинмен әсемдесеңіздер болады. Бұл сіздердің өздеріңіздің шеберліктеріңізге байланысты. Енді видеоның соңына қарай сіздерге бір лайфхак айта кеткім келіп тұр. Егер сіздер түрлі түсті хворост жасағыларыңыз келсе, түрлі өздеріңізге ұнаған бояуыштарды алып, ұнға араластырып, қамырды илеген кезде сіздер қалаған түстегі хворостарыңызды шығара аласыздар. Міне біздің әдемі хворостарымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айсел. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Келесі видеоларды жіберіп алмаймыз. Сау болыңыздар.